тал бесіктен жер бесікке дейінгі адам өміріндегі тәрбиенің бастапқы әр негізгі ұйытқысы ата-ананың өнегесі мен тағылымды әңгімесінен бастау алатыны рас. Сол себепті қазақ жақсы әкенің даналығы балаға 1000 жылдық азық. Атадан өсиет, анадан қасиет деген сөздерді текке айтпаған. Иә, ананың ақылы мен әкенің өсиеті балаға қараңғыға да жол көрсетер темір қазық. Бақытты отбасы құндылықты жоғалтпау ол ең бірінші ата-анадан. Баламен бірге ойнап, бірге үйрету еңбекке баулуы. Ол ата-ананың білімі деп білемін. Әкесінің өз қолынан шыққан дүниеден бала тәлім-тәрбие алары анық. Әсіресе ер мінезді болып өскен ер жігіттей. Бақытты отбасы деп осыны айт. Спорт өнерінде ұмытпаймыз. Бұл спорт мәдениеті шынайылыққа және қайсарлыққа баулитын ұғым. Сол себепті бақытты отбасы бұл ұғыммен жақын таныс. Ата-ананың мейірімі мен ақылын ешбір мектеп, бақшада бере алмайды. Адамзат өміріндегі мейірімділік пен адалдық, адамгершілік пен тектілік секілді асыл қасиеттерді бойына жинайтын жандар. Оны ұрпақ санасында қалыптастыратын ардақты әке мен ол аяулы ана. Бақытты жанұя ана деп ән шырқайды. Осылай өнердің жолында жүргеннен кейін ол қызыма дарысын деймін. Қайталанбас ақкетіктің тұлғаларымен таныстырдым. Дарынды ұстаз қаншама шәкірт дайындаған мықты таланттар болғанын бір еске түсіргендеймін. Ананың таланты қызына дарыған, бұны да бір отбасы құндылық деп білемін. Біздің отбасымыз ең қымбатты жандардан құралған. Біздің мақтанышымыз, бақытымыз, өміріміздің барлық сәттерін отбасымызбен байланыстырамыз. Отбасыға деген, отанға деген құрметіміз шексіз. Балаларымызбен үлкендерге деген қамқорымыз, даналығымыз арта берсін. Біздің отбасымыз, біздің мақтанышымыз. Өмірде бар болғандарың үшін рахмет, бақыт.